адам ойлайды ғой кәдімгі тәубемен. Сол кезде патшам сөйлеген кезде көкейімде сөз айтқан кезде рас екен, мен де көзіме жас келді. Мен жалпы сентиментальный адам емеспін, андайымда мен көзіме жас келмейді. Бірақ шынында да кейбір нәрселерін айтқан кезде Алла берген тәуелсіздікті сақтап қалу деп сөйледі ғой. Шынында да ақылы бар, мына жүрегі елдеп соққан адамның көзіне жас келсе керек. Бұл өте естественный жағдай, және дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Екінші оппозиция болмаған жерде болмайды ол. Бірақ оппозиция ол қандай ниеттегі оппозиция? Менің де көшімде көп оппозициялық ойлар бар. Көп нәрсемен келісем, келіспеймін. Бірақ мен елдің арасына келгенде айтпаймын мен ойымды. Ал айтатын жерге келген кезде, мысалы үшін, үйде отырып, Фейсбукта отырып айтып оп оңай ол. Кухняда шай ішіп отырып айтып оп оңай. Мықты болса сен арасына барып айтшы. Арасына барып айту қиын. Жинақтан шығып барсаң, сен ешкім амандаспайды, өлейіп, жалғыз өзің кетіп бара жатасың. Бірақ айтуың керек. Өйткені сен мойында аманат бар. Осындай оппонентті ой керек. Негізі біз тарихтан білеміз. Халифа Омар қазынадан ақша төлеген адам өзі менің мінімді айтып отыршы деп. Арнайы бюджеттен ақша бөлген, жалақы алған. Оның бір шаруасы бар, оның мінін айтады. Сіз ана жерден оны дұрыс айтпадыңыз, мынауыңыз заңдылыққа қайшы келді, мына жеріңіз дұрыс емес. Бұндай оппоненттік жаңағы адам, өйткені адам баласы кемел емес қой. Мен бұл Қазақстандағы үкіметтің жүргізіп жатқан шаруасының бәрібір керемет деп айтпаймын. Қаншама программалар құлап қалды. Қаншама шаруаларда қателік бар. Бірақ елдің еңсесін түсіріп қазір құрдық, үйттік бүйтік десек, сіздердің болашаққа деген қолдарыңыз түсіп кетсе, бір адамнан сенім кетіп қалса болмайды ғой. Баяғыда бір кинода білесің, екі жақ соғысып жатыр. Бір кезде су жоқ шөл далада соғысып жатқан кезде, мына жақтан тұрған бір алыстан бір дүрбімен көреді ғой. Сосын бүйтіп суды бүйтіп құйып тұр, енді азғантай су болған ғой. Ана қол жуып жатқан сияқты бүйтіп жатыр да, шын мәнінде екі қолдың арасын қоспай бүйтеді де, су құйған сияқты қайтадан шелекке келеді ана су. Қайтадан айналып жатыр, бірақ жуынып жатқан жоқ. Жуынып жатқан сияқты кейіп жасайды. Сол кезде мынаны тыңдап көріп тұрғандар, ой, аналарда су көп, тіпті керек десең жуынып жатыр деп барып беріле салады. Бөшке деп, ертең кішкентай от деді, тарс ете қалады, быт шығып кетеді. Бұл мемлекет болмайды деді. Сол кезде есі тұрса адамның бәрі жүрегіміз тас төгімізге шынында да солай қорқынышты еді негізі. Құдай бетін ала қылсын. Қазір көрінген хабар бір ұйғыр тарс етіп алып, сені қазақ атты, бір қазақты беріп қап, сені ұйғыр атты деп бұрқыт жасалады қазір. Қолдан жасауы мүмкін оны. Осы кезде бір шыдам сабыр болмаса, әрине сен Атырауда отырып, Шымкентте отырып, жаңағы бір қазақ ауылда отырып, сен ұлттық мәселесін айта аласың, Петропавлдың өскелмеге барып айтып көр бұны. Және оның іргесінде арқа сүйеп тұрған Ресей сияқты андай мемлекет тұрған кезде олар кейбір нәрсені білмейді емес біледі. Мен сіздерге ашығын айтып жатырмын, жігіттер, қыздар. Осы кезде зар болып қалуың әбден ықтимал. Осы кезде жаңбырдың арасымен бүйтіп отырып, Алла тағала бізге Назарбаевты берді. Білмеймін, шынында бір кездері мен Назарбаевты түсінген жоқпын. Алдық қой төлесізді, тәуелсіздік бермейміз, біз бәріміз қазақша сөйлейміз, қашан келгенде көңіліне қараймыз. Ұру керек қойды, қашан бермейміз деген сөзді мен де айттым, жігіттер, қыздар. Сосын барып Украина мен Қырғызстан бұрқ етағанда Нұраға кешіріңізші, қазір сіз білген екенсіз, мен білмеппін. Көрген жоқпыз. Эмоция, көзің алдындағы нәрсемен ғана өлшейсің. Әрін өлшейтін жаңағы жағдай жоқ, деңгейі жоқ болды. Жастық, жалын, ақымақтық. Бір жек көргендіктен емес, бір эгоисттіктен де емес. Енді етегені жаптық, енді ел болайық та дегенге асығыс шайдан ісі дейді қазақ айтады. Абайдан ақырын жүріп анық бас дейді. Еңбегің кетпес далаға жетті. Анық басу керек, басқан кезде бұрқ етіп қақпанға түспеу керек, ем болса бір кетпен шетін басына тарс ете қалмауға. Ақырын жүріп анық басу. Осы әсіресе кім? Жастар, сіздерге керек. Білуіңіз керек, айтуыңыз керек. Біз бір армиямыз керемет болып тұрған мемлекет емеспіз. Біз империя емеспіз. Біз кеше ғана құлдықтан шыққан мемлекетпіз, отардан шыққан мемлекетпіз. Біз есімізді жиып алуымыз керек, сапамызды күшейтуіміз керек. Сіздер білім алуларыңыз керек. Мына жауапкершілікті сіздер сезінулеріңіз керек. Неғұрлым білімді, неғұрлым профессионал, неғұрлым мықты боласыздар, Қазақстан соғұрлым мықты болады. Фейсбукқа отырып алып, аузыңа келгенде айтып, өзінше батырсынып, былай шығарып алсаң, бір адамды күшті жасап алды. Пернетақтан әр жағына отырып алып, тісін қайрайды. Өзінің бір екі баласын жалғыз әйелін асырай алмай жүріп, бүкіл елге ақыл айтқысы келеді. Ол әр нәрсені бағамдау дейтін нәрсе бар, кеңінен ойлау дейтін нәрсе бар. Негізі бір айтайын дегенде, бір келгенде айтам деген ойының өзі. Осы жігіттер,
біз дәстүр дейміз, қазақшылық дейміз. Елдің бәрі бас салып жаңа қолына қару төбелесе берген жоқ қой. Көп жағдай шыдады ғой, шыдады. Өз өмірдің өзі шыдамынан тұрады. Осымен қазаққа не жақсылық жасай аламын деп ойлаңызшы. Қиын сұрақ, е? Ең бір жасайтын жақсылығың сол, сен арақ ішпе. Таңертең ерте тұрып сабақтан қалма. Жақсы білім ал. Қыз болсаң ертең жақсы ана болуға дайындал. Жігіт болсаң ертең жақсы әке болуға дайындал. Сен неғұрлым кәсіби дәрежең жоғары, мықты болатын болсаң, ертең бала-шағаңа ризық табатын мүмкіндігің де көбірек болады. Ертең сен жақсы ана болып оттың басың ұйытқысы болсаң, ағайынды тату боласың. Ағайын тату болатын болса, ол жай айта салған, бұл тойда сөйлейтін сөз емес. Ағайынның тату болу деген сөз ол. Білесіз ғой, ағайын тату болса, әулет мықты болады, әулет мықты болса, қауым мықты болса, ұлт мықты болса, мемлекет мықты болады деп айтып жүрміз ғой. Сол сияқты, сол ағайынның ұйытқысы көп жағдайда әйелге қарайды. Бұл отбасындағы әйелдің мудресі дейміз ғой, ақылды, даналы дейтін, көп нәрсені шешеді. Баяғыда шешелеріміз не істейтін еді? Қайнысы үйге мас болып өле ме, басқа қалады ма? Келген кезде айтып бермейді. Ананы жасырады, күйеуіне айтпайды. Ой, анау жаңа қайным келіп кетті. Несі ішіп жүр ме деп? Жоқ, жай, жауыр жапат оғып айтпай, бір-бірімен осы нетуге тырысып. Біреу жайында жақсы айтса, ойбай, сені мақтап жатыр. Біз бәрі керісінше жүрген кезде, әулеттер ыдыраған кезде, араздық күшейген кезде, татулық кеткен кезде, бұл елге де кесірін тигізетін нәрсе. Елге тигізетін пайдамыз сол болсын. Біз әке-шешеміз жіберді ғой енді, Аманжол отыр ғой туған, жетісай туған достары. Біздің Аманжол оқып отыр қазірде. Үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп. Сол кезде мына жақта Құдай сақтасын, ондай жігіт емес екені көрініп тұр. Дегенмен соны соншама жауапкершілік артып отқан кезде Алматыда кинотеатрда жүріп, мекеннің ішіне кіріп, өз бетімен лағып жүрсең, ешқандай білім ештеңе алмасаң, ертең адам азамат болуға тырыспасаң, бір қоғамдық бір болып жатқан жақсылықтарға себепші болайын деп ойламасаң, адамшылығың қайда сен? Аманатқа қиянат жасадың ғой, сен әкең мен шешең мәз болып жүр ғой осылай. Бәріңіз солай ғой. Жасаған ең бірінші қазаққа жасаған жақсылығыңды қазақ деп бастамайсың. Ол өте абстрактты ғой. Ең бірінші әкең мен шешеңнен бастайсың жақсылықты. Сосын туған туыстарынан, іні қарындастарынан, бауырларынан бастайсың. Сосын кластастарың, туыстарың, ағайын, жамағайын өсіп кете береді бірте-бірте. Не үшін айтып отыр дейсіздер? Көп жерде жақсы болу адамды саможертва ғой, өзін-өзі құрбандыққа бір жығуға алып келеді негізі. Көбінесе жақсы адам дегеніміз сөзге тоқтайтын адам, өзіне қиын болса да шыдайтын адам, шыдамды адам. Көбінесе жақсы адам туыстардың арасында өзіне керек нәрсесін оған керек қой деп бере салған адам. Сонда қарасаңыз жақсы болу қандай қиын негізі. Жаман болу оп-оңай. Сондықтан айтайын деп отқан нәрсе, бұл тек қана адамның адаммен қарым-қатынасы, ол сен пойыздың ішінде ғана емес, болмаса жатақханада ғана емес. Бұл мемлекетте өмір сүріп жатқанда да жақсы болуға тырысу керек. Қазір қиындау. Девальвация болып жатыр. Қазір қиындау, қазір мода болды, қазір зарлы. Ойбай, бензин қымбаттады. Мына үкімет құртты ғой, түбімізге жетті ғой, үйтті ғой, бүйтті ғой деп мода болды қазір. Жаны батсын, батпасын жинақ қойған бір ақшасы да жоқ сонда. Жанына батсын, батпасын осы сөзді айтып қалу бір мода болып жатқан жағдайда жақсы болу керек. Жақсы дегенде сен өзіңнің мемлекеттің положениесіне кіру керек. Және бұл Қазақстанда ғана болып жатқан нәрсе емес. Бұл әлемдік кризис қой, әлемдік дағдарыс. Біз әлемдік қауымдастықтан Қазақстан бөлініп кете алмайды ғой. Осы кезде не істеу керек деген кезде шыдау дейтін нәрсе бар. Шыдам дейтін нәрсені қазақ сабыр дейді. Төзім дейді. Бір адамды мақтағанда сабырлы, кең, жақсы адам. Ал жаман адамды абай дейді, сабырсыз, арсыз, еріншек, көрсе қызар, жалмауыз дейді. Құдай сондайдан сақтасын. Бұл мұндай кезде не істейміз деген кезде, көп жағдайда жастардың арасында маған келетін сұрақ, саясатпен шамадан тыс интересовать етеді, соны қызықтайды. Жоқ, саясаттың аужайын білу деген адамға керек шығар. Бірақ қазіргі жағдайда ең жақсы саясат, қандай саясат білесіздер ме? Ең жақсы саясат үлкен өмірге дайындалуларыңыз. Мен де политехникалық институт оқыдым. Одан кейін желтоқсан оқиғасы болды да, біз шығарып жүрген соң
барар жер басар тау болмай қалды, өлең айтып отырсың, консерваторияға кетіп қалды. Кейін қайтадан шығарғандарды алады деген кезде консерваторияның қызығына кіріп кеткем, қайтпай қойдым, кейін барып бітірдім. Айтайын деген нәрсе не? Сол кезде қатар оқығандардың арасында осы қақ-соқпен жұмысы жоқ, шетелден залдан шықпайтын бір балалар бар. Үлкен өмірге жақсы инженер болуға дайындалатын. Солар жоқ дегенде әйтеуір біреу шығады. Өйткені тек мықты негізі кім? Жігіттер, қыздар. Тегіміз мықты. Оған ешкім дауы жоқ. Бірақ нәрсе айтсам, потенциалдың төкеніңе өте желегінің майы бүтін дейді ғой қазақша айтқанда. Өйткені еңбек культі осындай нәрселер бізде ептеп артқа кейінге қалып жатыр. Бұл саладан идеология тақсап жатыр негізі. Сынасақ осындай емес. Оралмандарға қарсымын деп айта алмаймын, бірақ ала көзімен қараймын. Не себепті? Ала көзімен қарағаным ол бөлгендерім емес. Мысалы, бірінші курсқа келген кезде Оралман 2 қыз болды, группамда 4 жыл оқыды. Олардың ең бірінші сөзі, қабырғалары осынау университеттерінің мұғалімдер осылай сабақ береді ме? Ана мұғалім маған ұрысып кетті ғой. Сөйтіп арамыздан бөлетін сөздер жаныма қатты батады. Қазақстанда істі жасай ма? Қазақстанда осылай ма? Немесе Қазақстанда мереке осылай өте ма? Деген сияқты. Екінші, Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен айтыс өтті. Қытайдан келген Оралман кісі 3-ші шумақты қайырып Қытай тілінде айтты. Сол кезде мен тағы жүрегім ауырды. Көңілден бізге алмаңыз, мен сұрақ жауаптың нәтижесін жауабын айтып отырмын. Енді осы сұрақтарға қатысты қосып айтып отырмын баға сұраққа. Жауабыңызды берсеңіз, рахмет аға. Төле би Ташкентте, Құрманғазы Астраханда, Найманбайдың әсеті Қытайда, енді әсет Оралман, Құрманғазы Оралман, Әйтеке би Оралман, Төле би Оралман деп естіп қараса адам миына сыймайтын нәрсе ғой. Бұл жерде кәдімгі ептеп адамдар тарихи сана болу ғой. Сосын үркешілік болған жағдайда білесіздер, көшпелі қазақ әр кезде өзінің малын жан сақтау үшін көшіп отырған. Қазір Байын-Өлгеге мысал үшін Жоңғардан босаған жерге қарай Керей-Найман тайпаларын жылжыған сөйтіп қалып қойған. Содан кейін барып Моңғолия шекарадан өткен тағып етті ақ қойған, ол жоқ. Бұл жерде қашып кетіп, болмаса басқа болған ештеңе де жоқ. Астраханьды білесіздер. Қайранда менің елім дегенде бабаларымыздың өзі қазақтыққа тиесілі қоныс болған жер. Жер атау ономастикалық жер атауларын біраз қазақша. Орынборды білесіздер. Молдабай деген әнде бар. Орынбордың алдында тағалаға жорға дейді. Орынборда не ақысы бар, мысалы үшін жер болмаса. Бір кезде қазақтың астанасы болған жер. Әрине, қалған уақытта біз Ресей сияқты, Қытай сияқты елдерге біз территориялық претензия айтуға жағдайымыз жоқ. Бірақ тарихи сана осы нәрсені біліп отыру керек. Ал жаңа Қытай дегенге байланысты, Қытайдан келетін қазақ деген бар. Білмеймін, әр адамның бір арманы болады ғой. Маған бір не арманың бар десе бар ғой, бір алтын балық ұстап деген сияқты. Мен айтарым шіркін-ай, 2 миллион Қытайдағы қазақ, 2 миллионға жоқ Өзбекстанда қазақ, осы қазақи жеріне келсе, жұмыс күші де болар еді, сапамыз да күшейеді, дәстүріміз де күшейеді. Бұл арманымыз ғой жай. Енді қазір көп жағдайда арнайы түрде әсіресе мынау қазақи дәстүрлер ортада өспеген, бұрын қанына су араласып кеткен біздің қазақтар көп жағдайда Оралманға бір екінші сорт сияқты қарауының жағынан үлкен құлдық санап жатыр ғой. Негізі біздің біраз дәстүрімізді басқанымызда сол Қытайда қазақта, Өзбекстанда қазақта, әсіресе Қытайда қазақта. Ондағы бір адамның мен әдейі жаңағы ұран тастап айтқан нәрсем ғой. Жалпы біреулер 1 миллион табатта жаңағы жерде Европадан вилла алып жатыр, тағы бір жерде Майамиден бірдеңе істеп жатыр. Шекінсін, бұл жерде Европадағы үй не болады, Дубайда үй сатып алғанша жерде шекін-ай, қазақ болсын, үш қазақ болсын әкелдірмеді деген арманымыз ғой. Мен өз шама-шақырым келгенше көптеген арбаттан ағайындарым келуді себеп болдым. Әлі де мен ол жерде депутат болып басқасы. Бізге де құлдықты саңа сіңісті. Қытайдағы ағайындарда баяндым, орыс қайсы ноқта болса Қытай темір ноқта дейтін сөз бар. Олар да сондай сөз айтады. Екінші, олардың адамдарын бізге қарай жіберген кезде олардың спецслужбасы өте қатал. Осындай нәрсе мен ұпай жинау үшін айтуы мүмкін. Мына жаққа берілген жоқпын деп. Бәрі мүмкін.
Одан кейін өзі бар ғой, бір биеден аладатып, құладатып, қажы құмар жүрген жерден, Секен Тұрсыбеков келген, Майра Мұхамедқызы келген жерден жаман адам да келеді. Елдің бәрі жақсы емес. Сосын жақсы адам бізде де бар, жаман адам да бізде бар. Әр жерде адамдар әртүрлі болады. Бір мемлекет түгілі, бір үйдің ішінде әртүрлі ойлайтын адамдар болады. Сондықтан да бір адам қарап бүкіл қоғамға баға бере салуға болмайды. Сосын оралмандарға салған үйді жалғас айтып отырсың ғой, осындай сапасыз. Қай жасап жатқан дүниеміздің бәрі сапалы дейсің, бірақ бір нәрсені біліп алу керек. Әлемде 3 мемлекет бар. Өзінің тарихи қандастарын, және тарихи отанына қандастарын қайтарып жатқан. Ол Израиль, Германия, Қазақстан ұсақ. Басқа жерде ондай жер жоқ. Сондықтан үй салып бермейтін, жай келуге мүмкіндік жасаған үшін рахмет айтуымыз керек. Ал квота болып үй салып беріп жату деген сөз, ол шындығы біздің режимдегі дамып болмаған мемлекетте сосын екінші қарындасым айтамын, жаңағыдай нәрсе, мен де пендемін ғой, мен де чуть-чуть аз мен де деп жүйкеме тиюі мүмкін. Бірақ өзі бар ғой, сынақ өзі өмірдің өзі. Бір Құдайдың сынағы сияқты нәрсе, және сынақ адамға өте удобный болып келмейді. Осы болмайтын жерден осы заңды келтіріп, осы қиып жіберіп, осы жоламаңдар, кетіңдер шарман деп сөзді айтқызғанға дейін келеді. Қазақша шайтан түртеді. Сондықтан осы нәрсеге деп кеңірек болғандарыңыз жақсы. Несі бір кеңдікпен қарау керек. Өйткені адам былай қарым-қатынасты түрде қарайтын болса, ренжіп қалуы мүмкін. Ондай нәрсенің бәріне жоғары кетіп қалып, масштаб түрде, анау птичий полет дейді ғой, құс көзінен бүйтіп қарау керек. Сол кезде адам кешіреді. Былайша айтқан кезде, осы эмоциялық тұрғыдан келетін болсаң, өкпелейтін нәрсе көбейе береді. Жарайды, жақсы. Сонымен қыздардың күрескердің боксосқанын қаламаймын. Мен қызымды өліп барасынан бермеймін. Ондайға. Бірақ сенің командаңды қабылдау үшін міндетті түрде команда не болу керек. Қыздар командасын қою керек қысқасы. Бұл әлемдік қауымдастықтың осындай бір талаптары бар. Сол талаптарды да киноға қояды. Кино қойған кезде міндетті түрде жаңағы жерде андай ұятсыз сценалар болу керек. Тағы да осындай шарттар қояды. Сол әлемдік қауымдастықтың көңілінен шығам дейді да, өзі әр жағында да бір қасиетсіздік, имансыздық бола ма екен, басқасы бола ма екен. Сөйтіп біздің киноларда бір жаман-ақ нәрселер көп болады. Сосын жалпы бір жаңағы қарындасым айтты ғой, қазақта бір болғанда амандаспайды деген сияқты бар ғой. Өзі қасынан шібірлік туған бір адамдар болады. Мен хайрат атып отырмын, Құдай өзі кешіре көрсін. Мысалы үшін Ермек Тұрсынов сияқты адамдар, Жанна Исабекова сияқты адамдар болады. Бір қазақты жамандағаннан ләззат ала ма деп ойлаймын солар. Тіпті актер таңдаған кезде арнайы түрі жаман адамдар таңдайтын бұл сияқты көрінеді. Мысалы Ақан Сатаевтың киноларын қарасаң, әдемі қазақтарды таңдайды. Бір черталица дейді ғой, бетін сызықтарды түзу адамдарды таңдайды. Мына жерде бір таңдап жүріп, бір түрі жаман адамдар таңдайды, және оның түрін гриммен жақсылап тұрып бұзады. Сол кезден қарағанда бір қазақ бір таза бір моңғол типтес, түрлері осындай кір антисанитарияның ортасында жүрген сияқты осындай нәрсе жасайды. Сосын қызық. Шетелге тура осы сияқты киноларға арнайы түрде елді өлдіру керек қой бізге. Біз неғұрлым бүлінсек, неғұрлым мынау өзіңнің болашағыңа сенімің азайса, елдігің әлсірейді, елдігі әлсіреген елдің байлығын тартып алу оңай болғандықтан кино идеология солай әсер етеді деп ойлаймын. Сонда бір кезде қарасаңыз, арнайы түрде осындай нәрселерді еткенде ертең әлемдік кино Каннский фестиваль, анауский фестиваль, мынауский фестиваль деген кезде сол сияқты киноларға жаңағы приз береді. Әрине бірінші орын жоқ оларға. Бірақ екінші, үшінші орын беріп, мұнда келеді бізді қырып жібере жазайды. Бұл әлемдік талап. Ішкірілікті ешкім ойламайды. Осы көретін қазақты ойлап жасап жатқан ешкім жоқ. Мақтанғанмен соны жасап бастаған біз ғана едік ағайындылар дейтін киноны. Одан кейін жетімдер дейтін киноның шығуына себеп болды. Бұл қарзан ғана кішкентай кино. Ондағы мақсат ішкі қазақы көрермен тәрбиелейтін киноға қарай мән берілмей жатыр. Бұл мәселе жайында айтып келе жатырмын, әлде айта береміз. Бөлініп жатқан ақшаларды осылай қарай бұру мәселесі. Жігіттер, қыздар, бір сөз айтайын. Құранда Ибраһим пайғамбар алейхиссалам
дұға қылғанда Мекке қаласына байланысты. Ей Алла дейді, мына Мекке қаласын бәләдиламен қыл, тыныштық қаласы қыл, бейбіт қала қыл, және ризықыңды молғыла қыл деп дұға қылады. Бұл Құранды тәпсірлеген ғұламалар айтады, көрдің бе дейді, бірінші тыныштықты бұрын айтты, алдын айтты дейді. Тыныштық дейді, ризықтан гөрі маңызды дейді. Қай жерде тыныштық болса, тыныштық деген стабильность, ризық деген материальный благосостояние. Қай жерде тыныштық болса, сол жерде демография, ғылымың, мәдениетің, өнерің, басқаң, анау бәрі дамиды. Тыныштықтың үстінде тұрады.